Сәлем, есімім Жан. Ақпан әлде сәуір айында білмеймін, бірақ махаббат күні өте маңызды, адамдарды біріктіретін мейрам екенін білем. Егер уақытша немесе өз қалауынша жалғыз болсаңыз, осы күнді менімен бірге қарсы алуға сізді шақырамын. Біріншіден, асықпа, ешқашан кеш емес. Армандаудан қорықпа. Жарыққа ұмтыл. Барлықтарыңа сәлем, менің арнама қош келдіңдер. Бұл видеода мен амандасып та еш нәрсе істемеппін. Сол үшін де мен қазір бетіме массаж жасайын деп жатырмын. И потом өзімнің рутиналарыма уақыт бөлемін. Жаңа ұйықтайын деп ойладым, бірақ ұйықтай алмадым. Сол үшін қазір бетке массаж жасайтын Достар, мен қазір жатырмын. Ұйқым қатты келіп тұрған жоқ, бірақ қазір маған ұйықтап алу керек. Мен қазір ағылшынды оқып тастадым, салауат жазып тастадым, шүкіршілікпен мақсаттарымды жазып. Мен қазір еще бана бір практиканы көргем, соны қайталайын да. Потом ұйықтаймын. Тұрғаннан кейін жаттығу жасаймын да, боянып, сыланып, универге кетем. Так что, көріскенше. Достар, мен үйден шығып бара жатырмын. Жұқамды киіп алдым кішкене. Достар, бізде наконец-то күн жылыды. И қазір мен универге бара жатырмын. Погода күшті болып тұр. Еще мына жұқа қарамды киіп алдым, чтобы жеңіл жүруім үшін. Автобус 4 минуттан кейін келеді деп тұр. Бүгін менде 3 пара универде. Жоқ, негізі 3 пара, но 1 пара 2 сағат болады. Сағат 12-ден 4-ге дейін сабақ. Бұнда мектепте ұзақ болып көрінетін еді, 7 сағат, 8 сағат жоқ қазір. Осы 3-4 сағат қатылайды. Жеттім универге. Достарына универдің ең жоғары этаждарының бірі табылады. 留学，我那个父母也付这个学，是呢，按工资算，当年高薪。Бізде қазір педагогикалық психология сабағы. Бірінші сабақта алғашқы топтар қорғайды, екінші сабақта біз қорғаймыз. Соған қазір мен әлі дайындаған жоқ презентацияны. Сол үшін қазір сабақта отырып жасап тастау керек презентацияларды. Кеше дайындайын деп ойладым, бірақ еріндім.
соғышлап қазір істеймін. Мен жаңа кімді көрдім деп ойлайсың? Тиктокта анау дорама түсірген жігіт бар. Соны көрдім. Бірінші адам ашуланады, екінші соңынан салам презентация істеп отырмын. Осы презентацияны үнемі мен істей беремін. Еще маған вообще бет қалдырмағансыңдар. Енді қалай істеймін? Әнер болды, ашуланбаш. Презентацияға бет қоса саламыз, ол да тұрған еш нәрсе жоқ. Зачем етіп паниковать етіп? Жақсы, келесі жолы қайталанбасын. Жарайды. Екінші сабақ жалғасады. Біз қазір жинақтаға шығып бара жатырмыз. Мұнда апай отыр. Жақсы. Осы екі оқыту маңызды болып табылады. Келесі тағы да бір ойына кетсек, барлығын назар аударсақ, Біздің келесі айтатынымыз мектепте мұғалімнің рөлі. Яғни мектепте мұғалім тұлғаның жан-жақты дамуына тікелей ықпал етеді. Олар тек білім беріп қана қоймай, оқушылардың болашақ өміріне қажетті дағдыларды қалыптастырады. Сондықтан мектепте мұғалімнің рөлі тек академиялық біліммен шектелмей, адамгершілік, мәдени және әлеуметтік тұрғыда маңызды болып табылады. Және де мектептің рөлін қарастыратын болсақ, біріншіден ол білім беру және интеллектуалдық дамуға. Бізде қазір шартсыз қабылдау маңызды екенін айтты. Келесі ол бихевиористік теория, Ашықта апай отыр. Презентациямыз құрғып болдық. Жаңа сабақтың үстінде істеп садық қой. 90+ аламыз, надеюсь. Как обычно. Достар, менің универмен танысқыларың келсе, міне. Мынау бізде олка деп аталады. Осында біз оқимыз, 9 этаждан тұрады. Мына спорт кешені, оның ар жағындағы главный корпус. И біз сол главный корпустан шығып, өстіп өзіміздің корпусты айналып үйге қайтамыз. Остановканың бәрі осы олка жақта, өзімізге жақын. Бірақ мен қазір жалғыз өзім қайтып бара жатырмын, обычно ана-арасында мен жаяу кішкене жүріп, потом үйге қайтатынбыз. Қазір енді мен мероприятие күтіп тұр. Еще кешке бізде Жансаяны туған күнімен құттықтауға барамыз. Соған қазір гүл мен торт заказ бердік. Соны барып алуымыз керек. Если мероприятие келсе, әрине. Так что Гүлге барадық. Мен ұйқым келіп жатыр, қазір ұйықтап алам. Онда тез дайындалып. Надеюсь, аузымды ашамын, айтпақшы. Бірақ ұйқым келіп тұр. Анау гүлдерді көріп тұрсыңдар, мына мероприятие гүлі, анау Жансаяға алған күнбіз. Мынау шар тоже мероприятие и бенто неде холодильникке салып қойдық. Я хочу спать. Еще мен қасымды бояп жүрмін. Боямаған әдем көрінеді сияқты. Ну все, давайте. Міне. Сәлем, достар. Қарасаңдар şimdi. Короче, біз Жансаяның үйіне жиналып жатырмыз.
Biz Nil'in alında durumuz. Taksi kutup. Haha. Вот. Бас киім киіп алам, балапан. Biz уже балапан емес бізді. Келіп қоймайды. Ой, сендер соғып қалыңдар. Міне бізде айдыды. Біз подъезде тұрмыз қазір. Басқа адам біреудің кіргенін күтіп. Біреудің келгенін күтіп тұрмыз. Ең шығарқан бар ғой. Келді ма, келмеді ма? Оныкі қандай еді? Алла. Кімнен сұрасың? Жансай азан атқан жоқсың ба? Жоқ. Міне айна. Әткем шешейін ба, шешпей қойын ба, білмеймін. Достар, біз әлі де подъезде күтіп тұрмыз. Кім келіп тұрған? Диназ келді. Значит, ертерек барып құттықтай береміз деп ойлап тұрмыз, білмейміз. Көреміз. Міне дайындық процесі. Бізге Диназ қосылды, қасымызға. Өзімізде әп әдемі гүліміз. Қандай дәу, я қадамдар. Екеуі де дел ғой еще достар. Главный. Бесімен дәу деп ойладым. Негізі осы ақшаға біз бір дәу торт алсақ болады. Торттың ба әдемі? Назым. Ол кезде уже гүл алатын еді. Ашымнан беске түсіп жатқан жоқсың. Ей! Құрттым ғой. Сразу түрімізге тама. Нам осы жерді алып жүрміз өзімізбен бірге. Жансайға береміз. Аздаған минуттар қалды. Міне. Сағат қанша қыздар айтшы? 27 кетті. 57 кетті. Біз 58-де барамыз. 28 кетті. 58 кетті. Қыздар кеттік. Мен артынан түсір жүрім. Давайте. Жүр. Сторисқа түсіруді ұмытпаңдар. Жоқ, сол. Қанша? Қолдап кетті. Достар. Сен қарап тұрады дейсің ба? Әлі қоспа. Давай. Сен сонда алсың. Тағы бір інім бар еді, ол қайда? Блинный сяковты. Біздің қыз. Өз қолынан. Келіп болатын қыз екен. Міндетті сырхан жасақ қопты бізге. Привет де. Сержант. Сержант братан. Мен. Вот витті қараңдар достар. Вообще әдемі.
мықты маман иесі болып шығуыңа тілектеспін. Тек арман мақсаттарың орындалып, ата-анаңның үлгі тұтар қызы болып жүре бер. Сені қатты жақсы көреміз. Сендей досты кездестірген Аллаға мың да бір шүкір. Осы қадір түнде тілеген әрбір тілегің орындалсын. Қадір түні қабыл болсын. Тачачы. Сол ухажерларың көп болсын. Якшы көп болсын. Biz imam girls. O'zbek. Достарына бітті қараңдар. Ар жақта вообще таң атып жатыр. Таң атып күшті болып жатыр. Бірақ ұйықтап тұр. Күшті ұйықтаймыз. Түріміз осындай болып ояндық, өкінішке орай. Мүмкіндік бар ба? Жоқ. Таң ата қаншаларда ұйықтадық? 6-7-лерде ұйықтадық. Қалғандары менен кеш ұйықтады. Сендер шай іштіңдер ма? Әңгіме айтып ұйықтап қалдыңдар ма? Сен паранж ұйықтап қалдың. Мен көзім жұмылды болды. Көзімнен жас ақ кетті да ұйықтап. Сен ескі ұйықтап қалдың ғой. Айтшы. Біз сөйлесіп Достар, біз Назым екеуміз. Ана яқтан жаяу келе жатыр. Ішком. Но дала дейсің. Дала күшті болып тұр бірақ енді. Бірақ жел бар сонда да, но ыстық ұрып жатыр да төбеден. Бізде зауж ғой чисто. Иә. Мұнда біздің көліктеріміз бар. Бәрі біздің көліктеріміз. Күшті болып тұр. Енді жылы погодада видео түсіреміз. Goodbye, достар. Реально анау. Бізде көктемде видеомыз бар еді ғой. Иә. Сосын жазып алады, и болды. Футболка Қатты айтпадым ба тағы да? жаным туып Достар, давайте келесі кездескенше сау болыңдар. Пока.